Муминун сүресі. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Мүміндер сөзсіз азап атаулыдан құтылып, мақсат мұратына, нағыз жетістікке жетті. Олар намазда, құдіреті күшті Аллаға шын бейілмен мойын сұнып, барынша кішіпейілділік танытатындар. Олар бос сөз, пайдасыз істен іргесін аулақ салатындар. Олар шын бейілмен зекет беріп, мал мүліктері мен жүректерін тазарту үшін барын салатындар. Олар абирларын қымтап, оны күнә атаулыдан барынша сақтайды. Тек адал жарлар мен қол астындағы күңдерінің жөні бөлек. Өйткені олар адал жарлары қол астындағы күңдерімен жақындасқаны үшін жазғырылмайды. Ал кім-дегім нәпсінің жетегіне еріп, бұдан ары асуды көксесе, міне солар нағыз шектен шыққандар. Сондай-ақ ол мүміндер өздеріне сеніп тапсырылған аманаттар мен міндеттерге асқан жауапкершілікпен қарап, берген уәдеде тұрады. Намаздарын кемеліне жеткізе, үзбей әрі уақытылы оқиды. Міне солар нағыз мұрагерлер. Олар пейіштің төрі Фирдаусқа мирасқор болады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді. Шүбәсіз, біз адам баласын балшықтың қаймағынан жараттық. Содан кейін оны ер мен әйелден бөлінетін бір тамшы шәхуат суы күйінде берік орынға орналастырдық. Содан соң ұрықты жатырға жабысқан, үйісқан нәрсеге айналдырдық. Кейін әлгі жабысқақ нәрсені бір тістем етке ұқсас шақалаққа айналдырдық. Содан кейін әлгі бір шайнам етке ұқсаған денені сүйекке айналдырдық. Сөйтіп, ол сүйектерге ет кіргіздік. Нәтижеде, оны мүлдем басқа ерекше жаратылыс етіп шығардық. Ендеше, теңдесі жоқ ең керемет жаратушы һәм шексіз нығмет пен құт берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы десеңші. Міне содан соң, сендер осы айтылғандардың бәрінен кейін әлбетте өлесіңдер. Һәм содан кейін еш күмәнсіз қиямет күні қайтадан тірілтілесіңдер. Шүбәсіз, біз сендердің төбелеріңде 7 қат аспан, 7 бірдей жол жараттық. Біз жаратудан да, жаратқандарымыздан да бейхабар емеспіз. Біз көктен қажетті мөлшерде су түсірдік, һәм оның суын жерде тұрақтандырып сақтадық. Анығында ол суды мүлдем жоқ қылып құртып жіберуге де құдіретіміз толық жетеді. Сол сумен сендерге жайқалған құрма және жүзім бау-бақшаларын өсірдік. Онда сендер үшін құрма мен жүзімнен басқа да көптеген жемістер бар. Сендер сол жемістерді жеп, қорек қыласыңдар. Сондай-ақ сол арқылы Синай тауында өсетін тағы бір ағаш түрін өсірдік. Ол ағаш һәм май, һәм жегісі келетіндер нанға қосып жегенде дәмін кіргізетін жеміс береді. Шүбәсіз, 4 түлік малда да сендер үшін ерекше ғибрат бар. Сендерге олардың ішінен шыққан сүтін сусын ретінде ішкіземіз. Олардың сендерге басқа да көптеген пайдалары бар, әрі олардың ет майын да жейсіңдер. Сондай-ақ құрлықта сол жануарларға және теңізде кемелерге мініп діттеген жерлеріңе жетесіңдер. Кезінде Нұхты өзінің қауымына пайғамбар етіп жіберген едік. Сонда ол: «Уа қауымым, бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер. Сендердің одан басқа құдайларың жоқ. Ендеше оған аслық қылудан һәм қаһарына ұшыраудан сескенбейсіңдер ме?» Сонда қауымының күпірлікте қасарысқан бір қатар шонжарлары: «Бұл да бар болғаны өздерің сияқты адам баласы. Өзінше сендерден артық әрі үстем болуды көксейді. Егер Алла бізге пайғамбар жіберем десе, сөзсіз періштелерді жіберер еді. Тіпті бұрын өткен ата-бабаларымыздан да мұндай нәрсе естіген емеспіз. Бұл бір жын-ұрған кісі, басқа түк те емес. Ең дұрысы оған біраз мұрсат беріңдер, бәлкім айығып кетер» десті. Нұх: «Уа Раббым, мені өтірікші дегендер үшін мені бір өзің қолдай көр деп жалбарынды. Сонда біз оған:
біздің тікелей бақылауымызбен, һәм уақи арқылы жөн сілтеуімізбен кемені жаса деп уақи еттік. Сөйтіп ақырында жойқын пәрменіміз жетіп, қазан қайнай бастағанда, яғни әр жерден су атқылай бастағанда, Нұхқа жан-жануарлардың әр түрінен бір-бір жұптан және хақында үкім шыққандарды қоспағанда бүкіл отбасыңды кемеге мінгіз. Күпірлікте қасарысып өз-өзінің обалына қалған залымдарға араша түсемін деп маған өтініш айтып тіл қатушы болма. Енді олар сөзсіз суға кетіп, құрдымға батат деп бұйырдық. Қасыңдағылармен бірге кемеге мінгеніңде сансыз шүкір, бар мадақ бізді залым қауымнан құтқарған Аллаға тән деп айт. Һәм, уа Раббым, мені құтты қонысқа қондыра көр, қонысқа қондырушылардың ең қайырлысы бір өзіңсің деп жалбарын. Міне осының бәрінде көптеген ғибрат пен белгілер бар. Біз бар болғаны адамдарды әр түрлі жолдармен сынап көрудеміз. Олардан кейінде қаншама ұрпақ жараттық. Жаратып қана қоймадық. Әр ұрпаққа өз ішінен бір Аллаға ғана құлшылық жасаңдар, сендердің одан басқа құдайларың жоқ. Ендеше оған асылық қылудан, һәм қаһарына ұшыраудан қорықпайсыңдар ма деп, ақиқатты жар салып, тура жолға шақыратын елші жібердік. Әр пайғамбардың қауымының ішіндегі көпірлікте қатты кетіп, ақыреттегі қауышуды мойындамайтын, әрі бұл дүниеде өзіміз мол байлыққа кенелткен шонжарлар, бұл да өздерің сияқты пенде. Басқа түк емес, көрмеймсіңдер. Ол да сендердің жекендеріңді жеп, ішкендеріңді шет. Егер де өздерің сияқты пендеге мойын сұнсаңдар, онда зиянға ұшырайсыңдар. Сонда ол сендерге өлгеннен кейін һәм топыраққа араласып қаусаған құр сүйекке айналған соң қайтадан тірілтіліп, қабірден шығарыласыңдар деп уәде беруде ме? Жоқ, ол мүмкін емес. Сендерге берілген бұл уәденің ауылы тым алыс, тым шалғайда. Біз үшін осы дүниедегі тіршілігімізден басқа тіршілік жоқ. Бәріміз өлеміз. Енді біріміз өмір сүреміз, бірақ өлгеннен кейін қайта тірілтілмейміз. Бұл бар болғаны ойынан шығарған өтірігін Аллаға теліп жүрген адам. Одан басқа түк емес. Біз оған сенбейміз дейді. Ақырында пайғамбар: уа Раббам, мені өтірікшіге балағандар үшін маған өзің жәрдем бере көр деп Аллаға жалбарында. Сонда Алла, олар көп өтпей, әләқ бұл қылықтар үшін опық жейді деді. Содан көп ұзамай, жер жарған ащы айқай, Алланың әділде жойқын пәрмені болып жетіп, барлығын тырп еткізбей басып қалды. Сөйтіп оларды селмен аққан қоқысқа айналдырдық. Залым қауым сол күйі құрсын. Олардан кейінде басқа ұрпақтар жараттық. Ешбір қауым ажалы жетпей құрмайды, һәм оны кейінге шегере де алмайды. Содан кейінде елшілерімізді бірінен кейін бірін үзбей жіберіп отырдық. Үмбеттердің қай-қайсысы болмасын өзіне келген пайғамбарды өтірікші санап мойындамады. Біз де өз кезегімізде олардың бірінен кейін бірінің көзін жойып, ғибратты хиссаларға айналдырдық. Иман етпейтін қауым құрысын. Содан кейін Мұса мен бауыры Харунды ап-айқын мұғжизаларымызбен айқында күшті дәлелмен жібердік. Ол екеуін Перғауын мен шонжарларына жібердік. Алайда олар дандайсып, ақиқатқа бас июді өздеріне ар санады. Олар онсыз да өздерін бәрінен артық әрі зор көретін өрге күрек қауым болған еді. Олар: сонда біз түк таппағандай, елі бізге құлдық ұрған өзіміз сияқты мына екі кісіге иман келтіреміз бе деп көкірек керді. Сөйтіп олар екеуін өтірікке шығарды да, нәтижесінде құрдымға кетіп, көзі жойылған қауымдардың қатарына қосылды. Әйтсе де, біз Мұсаға қауымы тура жолға түссін деп кітап бердік. Мәриям ұлын һәм анасын айқын дәлелі қылдық. Екеуін бұлағы бар әрі сондай жайлы биіктеу бір жерге орналастырдық.
Уа пайғамбарлар қауымы, адал, таза һәм пайдалы ас судан жеп ішіңдер. Әркез игі істер істеңдер. Мен еш шүбәсіз сендердің не істеп не қойып жүргендеріңді білемін. Міне, барлығың сенімі ортақ бір үмбетсіңдер. Ал мен Раббыларыңмын. Ендеше маған асылық қылып, қаһарыма ұшыраудан сақтаныңдар. Бір өкініштісі, адамдар дін мәселесінде қырық-пышақ болды да, топ-топқа бөлініп, араларындағы береке бірліктің шырқын бұзды. Әр топ өз сенімі мен ұстанымын мақтан тұтып, соған мәз болды. Уа Мұхаммед, егер олар өзің келтірген мұнша дәлелді көре тұра, көпірлікте қасары суларын қоймаса, оларды біраз уақытқа, яғни дәм тұздары таусылғанға дейін, надандық пен ғапылдықтың шырмауына шырмалған бетімен қоя бер. Сонда олар өздеріне мал-мүлік пен бала-шағаны молынан беріп, әулетті де дәулетті қылғанымызға қарап, бізді өздеріне тек жақсылық жасау үшін жан ұшырып жүр деп ойлай ма? Әсте олай емес. Олар еш нәрсені де сезіп жүрген жоқ. Ал Раббыларына деген ерекше сый құрметі себепті одан үнемі именіп жүретіндер, Раббыларының Құрандағы һәм болмыстағы барлық аяттарына иман келтіретіндер, Раббыларына сенімінде, құлшылығында, тұрмыс тіршілігінде еш нәрсені серік етіп қоспайтындар. Сондай-ақ Алла жолында зекет садақа бергенде және басқа да игі істер істегенде өздерінің Раббыларына қайтар жолда екенін шын сезіп, Раббымызға лайықты құл бола алдық па, оны разы ете алдық па деп қатты қобалжып жүректері дүрсіл қағатындар. Міне, осынау ізгі жандар жақсылықта, қайырлы істерде дамыл таппай шарқырып жүреді. Жақсылық жасауда бір-бірімен жарысады. Ал енді шынайы мүміндерге ғана тән осынау қасиеттер Алла тағала адамдарға шамаларынан артық міндет жүктейді екен деген ойға қалдырмасын. Біз жан баласына шамасынан тыс міндет жүктемейміз. Құзырымызда әрбір жанның ниеті, сенімі, тіршілігі һәм істеген істері жайлы ақиқатты ғана айтатын кітап бар. Міне сондықтан да ешкімге әділетсіздік жасалмайды, ешкімнің ақысы желінбейді. Алайда кәпірлердің жүрегі бұл ақиқаттан мүлдем ғапыл, сондай-ақ олардың әдетке айналдырып алған басқа да жаман істері, жағымсыз қылықтары бар. Нәтижеде араларындағы сән салтанат пен молшылықта өмір сүріп үйренген мықтыларына азап тартқызып, сазайларын бергенімізде бірден ойбайға басып, зар илейді. Жоқ, дәл бүгін құрбосқа ойбайға басып, зар илемей-ақ қойыңдар. Өйткені бізден ешқандай жәрдем көрмейсіңдер. Кезінде сендерге аяттарым оқылатын еді. Ал сендер болсаңдар үнемі жақтырмағансың танытып, сырт айналып кететін едіңдер. Үнемі көкірек керіп дандайситын едіңдер. Кешкі отырыстарыңда қалай болса солай сөйлеп, не болса соны көкіп отыратын едіңдер. Сонда олар бұл сөзге, Құранға мүлдем ой жүгіртпей ме? Әлде оларға алғашқы ата-бабаларына да келмеген жаңа нәрсе келді ме? Әлде өздеріне келген һәм бүкіл ғұмыры көз алдарында өткен пайғамбарды мүлдем танымағандықтан оны мойындамай отыр ма? Жоқ, әлде оны жынданған, яғни жындармен қатысы бар дей ме? Анығында оларға ақиқаттың нақ өзін жеткізді. Алайда олардың көбі ақиқатты мүлдем жақтырмайды. Егер ақиқат олардың ерік қалауына ерген болса, онда сөзсіз күллі аспан әлемінің, жердің және онда тіршілік еткендердің бәрінің жүйесі бұзылып, күл талқаны шығар еді. Әйтсе де, біз оларға екі дүниеде де бақытты да, абыройлы болу үшін бұл өмірде ұстануы тиіс насихат пен нұсқаулар жиынтығын тарту еттік. Алайда олар өз бақыты мен абыройынан сырт айналуда. Уа Мұхаммед, әлде сен олардан дін жеткізгенің үшін ақы сұрадың ба? Олар соны өтей алмайтын болғандықтан сенен қашқақтай ма? Әйтсе де, Раббыңның өзіңе берері бәрінен де қайырлы, артық екенін олар біліп қойсын. Өйткені ол
Қашанда ең қайырлы ризықты беретін һәм ризық беруде алдына жан салмайтын шексіз жомарт. Сен оларды тұп-тура жолға шақырасың. Ал ақиретке сенбейтіндер тура жолдан мүлдем тайған. Егер оларға жанымыз ашып, бастарына келген қуаңшылық, жоқшылық сынды алапат ауыртпалықтардың бетін қайтарсақ, олардың түк болмағандай қайтадан азғындыққа салынып сол баяғы адасқан күйде мәңгіріп жүре берері сөзсіз. Біз оларды жоқшылық пен қуаңшылықтың зардабын тартқызу арқылы жазаладық. Олар сонда да Раббыларына бас иіп жалбарынбады. Олардың алдынан ар жағында тым ауыр азап болған қақпаны, яғни оларды өлтіріп алдарынан мәңгілік азап мекені о дүниенің қақпасын ашсақ болды. Үмітсіздіктің тұңғиығына шын батады. Ол сендер үшін, яғни өмірге бірте-бірте бейімделу үйрену арқылы толыққанды адам болып қалыптасуларың үшін есту қабілетін, көздеріңді және жүректі, яғни жүректегі рухани сезімдерді жаратты. Алайда сендер оның осынау нығметтеріне өте аз шүкірлік етесіңдер. Сендерді көбейтіп, жер бетіне жайғанда бір өзі. Бәрің өлгеннен кейін қайта тірілтіліп, оның құзырына жиналасыңдар. Өмір сыйлап, тіршілік еттіретін де, ажал тапқызып бақилық қылатын да бір өзі. Түн мен күндіздің бірде ұзарып, бірде қысқарып өзара алмасуы да оның ісі. Ендеше сәл де болса, ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Ақылға салып ойланудың орнына, өздерінен бұрын өткен кәпірлердің айтқан сөзін қайталайды. Демек, біз өліп топыраққа және қаусаған құр сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілтіліп қабірімізден шығарылады екенбіз ғой, солай ма? Расында бұл уәде бізге де, бізден бұрын өткен ата-бабаларымызға да берілген болатын. Бұл бар болғаны бұрынғылардың ойларынан шығарған аңыз әпсаналары басқа түк демес дейді. Оларға, қане, білетін болсаңдар айтыңдаршы, бүкіл жер беті, һәм онда тіршілік етіп жатқандардың бәрі кімге тиесілі деп айт. Әлбетте олар Аллаға тиесілі дейді. Оларға ендеше неліктен ойланып ғибрат алмайсыңдар деп айт. Сондай-ақ оларға жеті қабат аспанның Раббысы кім, ұлы аршының Раббысы кім деп айт. Әлбетте олар бәрі де Аллаға тиесілі дейді. Оларға олай болса неліктен Раббыларыңа асылық қылудан һәм қаһарына ұшыраудан қорықпайсыңдар деп айт. Сонымен қатар оларға, қане, білетін болсаңдар айтыңдаршы, бір өзі бәріне қорған әрі қамқор, ал өзі ешкімнің қорғауы мен қамқорлығында болмаған, барлық нәрсенің тізгінін қолында ұстаған кім деп айт. Олар бұл жолы да Алла дейді. Оларға ендеше қалайша, бастарың дуаланғандай ақиқаттан мұншама алыстайсыңдар деп айт. Шүбәсіз, біз оларға ақиқаттың нақ өзін жеткіздік. Ал олар болса Аллаға және басқа да ақиқаттарға қатысты айтқан сөздерінде нағыз өтірікші. Алла ешкімді де бала тұтқан емес. Оған тең келер басқа құдай да жоқ. Олай болғанда, әр құдай өз жаратқанын өзі билеп, һәм бір-біріне үстемдік етуге тырысатын еді. Алла мүшриктердің өзіне теліп жүрген сипаттарынан мүлдем ада. Ол ғайыпты да, жарияны да толық білуші. Олай болса, ол мүшриктердің айтқанындай, құдайлықта біреумен ортақтас болудан аулақ. Уа Мұхаммед, уа Раббым, егер оларға сес қылып уәде еткен азабыңды көзімнің тірісінде келтіріп, маған көрсетер болсаң, Раббым, ондай жағдайда мені залым қауымның ішінде болудан сақтағайсың деп айт. Шүбәсіз оларға сес қылып, уәде еткен азабымызды көзіңнің тірісінде келтіріп, саған көрсетуге әбден құдіреттіміз. Кәпірлер білгендерін істей берсін, ал сен жамандықтың қармын жақсылықпен қайтар. Біз олардың қандай орынсыз сөздер айтып, бізге нендей лайықсыз сипаттар теліп жүргенін әлбетте жақсы білеміз. Сондай-ақ, уа Раббым, міндетімді орындау барысында
адам мен жындардан болған шайтандардың уәсуәсімен азғыруынан сақтай көр деп бір өзіңнен пана тілеймін. Сонымен қатар, уа Раббым, олардың маған жанасуынан, маған ықпал етуінен сақтай көр деп бір өзіңнен пана тілеймін деп дұға ет. Егер ол кәпірлердің біреуіне ажал жетсе, уа Раббым, мені дүниеге кері қайтара көр. Игі істер істеп, зая болған ғұмырымның орнын толтырайын деп жалбарынады. Жоқ, ол мүмкін емес. Бұл оның айтқан құр сөзі ғана. Енді олардың артында қайта тірілетін күнге дейін өткел бермес бөгет бар. Сур үрленгенде араларында туыстық байланыстың жұрнағы да қалмайды. Тіпті бір-бірінің хал жағдайында сұраспайды. Сонда кімнің сауабы мол болып, таразысы ауыр басса, міне солар азаптан құтылып, нағыз жетістікке, мақсат мұраттарына жеткендер. Ал кімнің таразысы жеңіл тартса, міне солар өздеріне ең үлкен зиян келтіріп, өз-өздерінің обалына қалған бейбақтар. Өйткені олар мәңгі бақи жаһаннамға тасталады. Онда жүздерін тозақ оты жалап күйдіргенде, беттерлері мен еріндері құрысып, тістері ақсиып қалады. Хақта қала оларға, сендерге аяттарым оқылғанда, оны жалған деп мойындамай келдіңдер емес пе дейді. Олар, уа Раббымыз, біз сорымызға, азғын нәпсімізге жеңіліп, тура жолдан адасқан қауым болған екенбіз. Уа Раббымыз, садаған кетейік, бізді мына тозақтан шығара көр. Егер шыққаннан кейін бұрынғы күнәларымыз бен жат қылықтарымызға қайтатын болсақ, онда нағыз залым болғанымыз, онда өзімізге де обал жоқ деп жалбарынады. Сонда Алла, сол тозақта қор болып қала беріңдер. Үндеріңді өшіріңдер, бұдан бұлай маған тіл қатушы болмаңдар. Дүниеде бір топ құлдарым, уа Раббымыз, біз иман келтірдік. Бізді кешіре көр, һәм мейіріміңе бөлей көр. Өйткені сен мейірімділердің ең қайырлысы, ең мейірімдісісің деп, маған дұға етіп, жалбарынатын еді. Ал сендер болсаңдар, оларды мазаққа айналдырдыңдар. Нәтижеде бұл қылықтарың сендерге мені еске алуды мүлдем ұмыттырды. Сөйтіп сендер оларға тек күлумен болдыңдар. Мен бүгін оларды сабырлық танытқандар үшін ерекше сый-сияпатқа бөледім. Нағыз жетістікке, әрі мұратына жеткендер міне солар дейді. Содан кейін Алла тозақларға жер бетінде неше жыл тұрдыңдар деп сұрайды. Олар бір күн немесе күннің бір бөлігіндей аз ғана уақыт тұрдық. Алайда нақты айта алмаймыз. Оны уақыттың есебін білетіндерден сұрасаң болар еді деп жауап береді. Сонда Алла оларға, сендер дүниеде азғантай ғана уақыт тұрдыңдар. Егер осынау шындықты білгендеріңде ғой, маған қарсы келмес едіңдер дейді. Уа адамдар, сонда біз сендерді ермек үшін құр босқа жараттық, әрі бізге қайтарылмаймыз деп ойладыңдар ма? Күллі жаратылыс атаулының патшасы, хақ Алла сондай ұлы. Одан басқа құдай жоқ. Ол ардақты ұлы аршының Раббысы. Кім-кім Алламен қатар құдай екендігіне қатысты бірде-бір дәлелі жоқ жалған құдайға табынса, ақиретте Раббысының құзырында сол іс үшін міндетті түрде жауап береді. Шүбәсіз, кәпірлер әсте азаптан құтылмайды, мақсат мұратына жетпейді. Уа Мұхаммед, уа Раббым, бір өзің жарылқап кешіре көр, мейіріміңе бөлей көр. Сен мейірім етушілердің ең қайырлысы, әрі ең мейірімдісісің деп дұға ет.